Компьютердің немесе ноутбуктың экранын қалай үлкейтеміз, немесе размерін өзгертеміз. Мысалға, сіздерде мына мендегідей экран тарылып тұрса, өз компьютеріңіздегі жұмыс столының кез келген бос орнына мышқаның оң жақ батырмасын басып, разрешение экранаға кіресіз. Міне, разрешение экранның ішінде мына жерде сізде экраныңыздың размері көрсетіліп тұр. Осыны ашамыз. Барынша жоғарғысын таңдаймыз. Рекомендуется деп тұр. Егер бұл сізге ұнамаса, қатардан өзіңізге ұнаған таңдап алуыңызға болады. Таңдаған размерімізді нақтылау үшін Enter'ді басамыз. Применитке басамыз. Мінекей экранның размері өзгерді, кеңейтілді. Сіздерге қазір бұл көрінбейді, бірақ өздеріңіз жасағанда көрінетін болады. Сохранить измененияға басамыз. Окей. Енді айта кететін бір жайт, бағана экран размерін таңдап, нақтылап применитқа басқанда, экран бір секундқа өшіп жанғандай болады. Ол қалыпты жағдай, оны уайымдамаңыздар.